Мінекей мынау тағы да орталық полициясының ақпарат информация бұрышы. Мінекей бір ақпарат, 3 бетте, астында да сол ақпарат дұрыс мемлекеттік тілде, сосын астында орыс тілінде. Сосын 4 тілде, кешірім сұраймын. Сосын стандарт полицейского жаңа көрдіңіздер ғой, жұмысқа қабылдайды тек қана орыс тілдерді. Соған сәйкес стандарт полицейского тек қана Ресей Федерациясының тілінде, көріп тұрғандай регламент работы тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Перечень документов на право хранения для хранения ношения. То есть бізде нені да қаруды да тек қана орыс тілдерге, орыстарға, орыс тілдерге әйтеуір нетуге болады, алуға болады, қазақ тілдерге жоқ. Мінекей, осторожно мошенники, яғни қазақ тілділер қалай осы мошенниктардан, алаяқтардан қорғанбасын деген, тек қана орыс тілдерге қорғансын деген сондай қамқорлық. Мінекей, мынау заңсыз осын қойып қойған, ол мүлдем заңсыз, ол 100% менің құқығым Конституциядан бастап жазылып тұр. Міндетті түрде мен барлық нелерімді пайдалана аламын. Мінекей, жаңағы барлық масқара болып жатқанның бастығы Әуесхан Руслан Жұмагелдинович. Мен орысшасын тек қана оқимын, өйткені 200-ді жазылып тұр, 200-ді фамилия деп есептемеймін, мен 100-ді тек қана орыс тілінде. Олар енді бәртары біз сияқты Ева Овнаны, Ович-Евичті лақтырып тастаған жоқ қой. Мінекей, қабылдауға да жазылады тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Көріп тұрғандай, мінекей, осылай қабылдау. Ежедневно. Понедельник, среда, четверг. Ежедневно. Пятница, четверг. Сергазинов, Мукашев, Абиджанов, Кабышев. Назаров, внимание, розыск. Мінекей, тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Мемлекеттік тілде ештеңе жоқ бізде. Кереку қаласы, Сқақов басқарған орталық полиция. Полиция басшыларына айттым, айта бермеймін. Неге осындай масқара жағдайымыз біз? Осындай масқара жағдайда өмір сүріп жатырмыз біз. Мінекей, қараңыздар, есік, иә? Есікте тек қана жалғыз тілде тұр. Немдеп тұр. Департамент полиции Павлодарской области приглашает на службу в органы внутренних дел Республики Казахстан. Мінекей, тек қана Ресей Федерациясының тілде, яғни тек қана орыс тілдерді бағанадан бері бірнеше рет куә болдыңыздар. Жұмысқа мында қабылдайды тек қана орыс тілдерді.